Сәлем достар, сендермен бірге Миконтай. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы бесбармақты дайындайтын боламыз. Дәзақтың ұлттық асханасының дәмін бірге сезініп, нағыз үй жағдайындағы бесбармақты қалай жасау керегіміз деп. Ендеше бастайық. Алдымен ас дайындамас бұрын тазалықтан бастайық. Бірінші кезекте қолымызды сабындап, жақсылап жуып алайық. Өйткені тамақ жасағанда гигиена ең маңызды ереже. Енді кезек ең маңызды бөлікке келді. Мен сендерге бесбармақтың толық әрі дұрыс рецептін айтып беремін. Қандай ет керек, қамырды қалай илейміз, бәрін рет-ретімен түсіндіріп шығамын. Мұқият тыңдап, бірге үйренейік. Бесбармақ жасау үшін алдымен етті жақсылап жуып, қазанға салып қайнатып аламыз. Енді тазартылған етті қызаңсылап тазап аламыз. Осымен негізі дайын. Ет пісіп жатқанда ұн, су және тұз қосып қамыр илеп дайындап аламыз. Дайын болған қамырды жұқалап жайып, төрт бұрыш етіп кесіп аламыз. Жайып болған соң пышақпен кесеміз. Піскен еттің сорпасынан бөлек қазанға құйып, сол сорпаға кесілген қамырды салып пісіреміз. Қазір қамырды салып араластырамыз. Содан кейін жұмсақ болғанша пісіреміз. Пиязды жіңішкелеп турап, үстіне ыстық сорпа құйып, тұздық дайындаймыз. Енді ыстық сорпаны құямыз. Піскен етті ұсақтап турап, дайын болған қамырдың үстіне саламыз. Алдымен етті тақтаға салып, пышақпен ұсақтаймыз. Содан кейін туралған етті қамырдың үстіне жаямыз. Ең соңында үстіне пияз тұздығын құйып, бесбармақты дастарханға ұсынамыз. Міне, дайын.